Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге қазіргі заманда хит болып жатқан сетка орамал тоқуды үйретемін. Неке осындай әдемі үшбұрыш болып тоқылатын орамал түрін көрсетемін. Бізге керекті құрал жіп. Менде жіп Ярнард Pride 90 граммда 340 метр, 80% полимид, 20% металлик. Салатистый түсі және де орамалдың шетін безендіруге арналған осындай жеңіл әрлеуге арналған моншақ дей ма, бұны не дейтінін білмеймін анық. Және осындай жемчуг моншақтар. Және де ине. Менде крючок номер 2. Осы номер 2 мен бастап тоқимыз. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен осылай түйін жасап, одан кейін 6 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы тұрған бетте бірінші тұрған петляға осылай біріктіреміз. Сол кезде біздің 6 воздушныйымыз осындай шеңберге айналады. Осы жерден 3 воздушный жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Енді осы шеңбердің ішінен 2 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2. Бізде 3 столбик с накидін пайда болды. Бірінші 3 воздушный, 1 столбик с накидінді құрайды. Сонымен 1, 2, 3 столбик с накидін. Енді 2 воздушный петля. Одан кейін тағы да 3 столбик с накидін. 1, 2, 3. Енді тағы да 2 воздушный петля. 1, 2. Одан кейін тағы да 3 столбик. 1, 2, 3. Сол кезде осындай өрнек пайда болу керек. Қайта түсіндіріп өтейін. 6 воздушныйдан біріне бірінші петляға қосып шеңбер жасап, 3-ке көтеріліп, 3, одан кейін 2 столбик с накидін тоқып, общий 3 столбик с накидінен кейін 2 воздушный петля, 3 столбик с накидін, 2 воздушный петля, сосын 3 столбик с накидін тоқимыз. Енді дәл осыны осылай 3 воздушный петля тоқып, жұмысымызды осылай қарай бүйтіп бұрамыз. Крючокқа жіпті іліп, дәл осы өрнектің ішіне 3 столбик с накидін тоқимын. 3. Енді 2
воздушный петля. Одан кейін тағы да 3 столбик с накидом тағы осы өрнектің ішіне. 1 2 3. Одан кейін Одан кейін 3 воздушный петля, 1 2 3. Мына өрнектің ішіне дәл жаңадай 3 воздушный петля, 2 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 3 2 воздушный, қайтадан 3 столбик с накидом. 1 2 3. Неке, сол кезде қараңыздар, дәл осы екі өрнек бір-біріне ұқсайды. Мына бетте де дәл сол екі өрнек. Бұны біз элемент деп атаймыз. Екі жағында орамалдың әрдайым ұшында екі жағында жүретін элемент деп өзіміз ат қойып аламыз. 1 2 3. Мен солай ат қойдым. Соны ары қарай тоқимыз. Келесі үшінші қатарда 3 воздушный петля көтеріп, жұмысымызды тағы да осылай бұрып, мына өрнектің ішіне элемент тоқимыз. Біздегі элемент деп айтып тұрған сөзіміз 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, қайтадан 3 столбик с накидом. Бұл әрдайым бар орамалда жүретін, екі жағында жүретін өрнек. Осыдан кейін 3 столбик, 3 без воздушный петля. Одан кейін осы жерді қарап алыңыздар. Одан кейін осылай крючокқа жүктеліп, осы ортасындағы өрнекке былай жасаймыз. 1 шығармаймыз. 2 деп жартылай ғана шығарамыз. 1 шығарамыз, екінші шығармаймыз. Іліп, шығарып, осыны бірлеп 1 шығарамыз. Крючокта 4 петля. Тағы да міне 1 шығарамыз, 5. Тағы шығарамыз, міне. Сонда төменде қараңыз, 1 2 3 4 болды. Енді тағы да біреу шығарамыз, 5. Міне крючокта 7 петля. Енді осыны жаппай бірге шығарамыз. Дәл осылай 1 шығарамыз. Одан кейін 3 воздушный петля. Одан кейін өрнектің ішіне элемент тоқимыз. Элемент дегеніміз 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, және қайтадан 3 столбик с накидом. Екі, үш. Осылай шығады. Енді осы жерден тағы да 3 көтереміз. 1 2 3. Келесі бетін бұрып жұмысымызды қайтадан мына жерге элемент тоқимыз.
1 2 3 1 2 1 2 3. Endi o'sha yerdan 3 воздушный 1 2 3 воздушный ko'tarib, жаңағы жиналып қалған не бар, өрнек, соның үстінен осылай столбик бекітеміз, столбик без накид. Одан кейін тағы да 3 воздушный көтеріп, келесі бетіне тағы да столбик без накидпен бекітеміз. Одан кейін тағы да 3 көтеріп, басқа элемент тоқимыз. Екі, үш, бір, екі. Bir, iki, üç. Төбесінде осындай болады. Енді 3 столбик көтеріп, 1 2 3 жұмысымызды тағы да осылай айналдырамыз. Осы жерде айналдырған кезде бізде орамалдың оң беті және теріс беті деген болады. Белгі оң беті мен теріс бетін ұмытып қалмау үшін осындай маркермен, арнайы маркермен бекітіп белгілеп қойсаңыз болады. Мына өрнекті тоқитын бет оң беті. Ал тоқылмай толқы мынандай воздушныйлармен іліп кететін болсақ, ол теріс беті. Біз қазір осы өрнекті тоқиын деп жатырық мына жерге. Сондықтан бұл оң беті. Сондықтан маркерді осылай оң бетіне қадап қоямыз. Чтобы шатасып кетпеу үшін, және мына өрнекті тоқып отыру үшін осы бетке келгенде. Енді бір, екі, үш, бір, екі, бір, екі, үш, бір, екі, үш тоқимыз да, осы тұрған жерге мына өрнек жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Крючокта 7 петля, жетеуінде бірге шығарып жүреміз да. 3 воздушный тоқимыз. 3 воздушный тоқып, мына ортаға столбик без накидпен бекітеміз. Одан кейін қайтадан 3 көтеріп, 3 көтеріп, тағы да осы жерге өрнек тоқимыз. 1 2 3 4 5. Крючокта 7 бетіне соны бірге шығарып жүріп 3 воздушный тоқимыз. Осы 3 воздушный келіп, мына жерге элемент тоқимыз. 1
2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Одан кейін 3 воздушный. Через қатарға өту үшін. Мына бетке айналдырамыз. Осы жерден, мына жерде элемент тоқимыз. Біз элемент тоқып, енді 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3. Көтеріп, мына жерге бекітеміз. Стопы без накидпен. Тағы да 3 воздушный тоқып. 1, 2, 3, 4. 3 воздушный көтеріп, мына келесі өрнектен кейінгі жіпке бекітеміз. 1, 2, 3 тоқып, мына өрнектің алдына бекітеміз. 1, 2, 3 тоқып, өрнектен кейін тағы бекітеміз. Одан кейін тағы да 3 тоқып, мына жерге элемент тоқимыз. Bir, екі, bir, екі, үш. Одан кейін 3 воздушный көтеріп, келесі оң бетіне өтеміз. Уже оң бетіне өтсек, қараңыз. Оң бетіне өткеннен кейін мына жерге өрнек тоқылады, мына жерге бекітеміз, мына жерге өрнек болады, мына жерге бекітеміз, мына жерге өрнек болады. Көріп тұрсыз ғой, 1, 2, мына жерде 3, одан кейін 4, мынандай өрнек көтеріле береді. Маркер қадалған беттен, мына өрнек тоқимыз. Ал маркер қадалмаған беттен мына өрнектер тоқимыз. Бұл өрнек дегенде жіп толқы воздушный мен столбикті бекітіп жүреміз. 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный элемент тоқимыз. Екі орамалдың екі шетін міндетті түрде осындай элемент тоқылады. Сіздер енді өздеріңіздің керекті біреу енді үлкен орамалды, біреуі шағын орамалды жақсы көреді ғой, өздеріңіз керекті жерге дейін дәл осылай үлкейте бересіздер. Мен сіздерге моншақ салуды көрсетіп жүрейін, осы жерде моншақ салуды көрсетейін. Мен жалпы моншақты біз элемент тоқып, енді 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3 көтеріп, мына жерге бекітеміз. Стопы без накидпен. Тағы да 3 воздушный тоқып. 1, 2, 3, 4. 3 воздушный көтеріп, мына келесі өрнектен кейінгі жіпке бекітеміз. 1, 2, 3 тоқып, мына өрнектің алдына бекітеміз. 1, 2, 3 тоқып, өрнектен кейін тағы бекітеміз. Одан кейін тағы да 3 тоқып, мына жерге элемент тоқимыз. Bir, екі,
1 2 3 дан кейін 3 воздушный көтеріп келесі оң бетіне өтеміз. Уже оң бетіне өтсек, қараңыз. Оң бетіне өткеннен кейін мына жерге өрнек тоқылады, мына жерге бекітеміз, мына жерге өрнек болады, мына жерге бекітеміз, мына жерге өрнек болады. Көріп тұрсыз ғой, 1 2 мына жерде 3, одан кейін 4, мынандай өрнек көтеріле береді. Маркер қадалған беттен, мына өрнек тоқимыз. Ал маркер қадалмаған беттен мына өрнектер тоқимыз. Бұл өрнек дегенде жіп толқы воздушный мен столбикті бекітіп жүреміз. 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный бекітеміз, 3 воздушный элемент тоқимыз. Екі орамалдың екі шетін міндетті түрде осындай элемент тоқылады. Сіздер енді өздеріңіздің керекті біреу енді үлкен орамалды, біреуі шағын орамалды жақсы көреді ғой, өздеріңіз керекті жерге дейін дәл осылай үлкейте бересіздер. Мінекей достар, мен өзім керекті жеріме дейін тоқып болдым. Осылай ұшын қиып алып болдым. Бір ескертетіні қыздар, келіншектер, бізде остаток осындай жіп қалсын міндетті түрде. Если сіз орамалым сәнді әрі әдем болсын десеңіз, осындай остаток жіп қалдырыңыздар. Оны не істейміз? Оны біз мына орамалдың шетін, маңдайшасын емес, шетін ұшына дейін, ұшынан келесі шетіне дейін безендіріп сәндейтін боламыз. Ұштарын өте әдемі ғып, ерекше ғып тоқимыз. Сіздер де тоқып көріңіздер, міндетті түрде тоқып көріңіздер қыздар. Просто өткен супер да мынау. Барлық келіншек осындай орамал тағып жүрсе, әдемі, ерекше болып көрінер еді. Сол үшін тоқуға кеңес беремін. Келесі сабақта осының шетіне моншақ қадауды көрсетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, пікір қалдырып, келесі видеоны көру үшін қоңыраушаны басып кетіңіз. Келесі видеоны сіз бірінші болып көресіз. Келесі сабақта міндетті түрде жіберіп алмай көріп, орамалды толық аяқтаңыздар. Сол кезде әдемі әрі ерекше орамал шығады. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.